Қазақстан энергетикалық ресурстарға бай мемлекет. Елімізде электр қуатының басым бөлігін көмірмен жұмыс істейтін жылу электр станциялары өндіреді. Бүгінде елімізде баламалы қуат көздерінің үлесі 3%-ды құрайды. Алайда Қазақстан жасыл экономикаға көшу жоспарына сәйкес 2050 жылға дейін электр қуатының 50%-ын баламалы қуат көздері өндіруі тиіс. Елімізде баламалы энергетиканың жалпы әлеуеті жылына 1 триллион киловатты құрайды. Қазіргі таңда баламалы қуат көздерінің 124 нысаны сәтті жұмыс істеп тұр. Мемлекеттің қолдауы арқасында елімізде баламалы қуат көздері қарқынды дамып келеді. Жасыл жобаларға қызығушылық танытқандар үшін бірнеше артықшылықтар қарастырылған. Қазақстан шетелдік инвесторлар үшін Орталық Азияда баламалы қуат көздерінің аукциондық сатылымы жүзеге асырылады. Таңдау ашық жүргізіледі. Жоба құны тәуелсіз сауда алаңында анықталады. Жеңімпазға 20 жыл бойы аукциондық бағамен баламалы қуат көздерінің көлемін сатып алуға кепілдік беріледі. Бұған қоса, бірнеше шетелдік компаниялар еліміздің энергетикасына салған инвестициялардың артықшылығын өз деңгейінде бағалады. Шексіз мүмкіндіктер мекені Қазақстанға қош келдіңіз.